Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, тез жасалатын, өте тойымды салат рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасаңыздар. Бізге осындай қайнаған піскен ет қажет болады. Осы етімізді соломкалап турап шығамыз. Ыдысымызға жайғастырып, үстінен майонезімізді құйып шығамыз. Мен кондитерлік мешоктың көмегімен құйып шықтым. Сіздерде болмаса қасықпен жақсаңыздар да болады. Енді осындай жүгерімізді, консервідегі жүгерлерімізді осылай жайғастырып шығамыз. Әр салған сайын осылай араларына майонез жағып отыруды ұмытпаймыз. Қызанағымызды да осылай жұқалап турап үстіне қойып шығамыз. Майонезімізді жағамыз. Піскен жұмыртқаларымызды да жұқа соломкалап турап тарелкамызға саламыз осылай. Қаласаңыздар, кішкене тұз сеуіп жіберуге болады дәміне қарай. Майонез жағып, үстінен енді осындай картошкадан жасалған пайымызды жайғастырып шығамыз. Сіздер қолдан жасасаңыздар да болады. Менде дайын сатып алдым. Осы картофельный пайымызды жайғастырып, үстінен қаласаңыздар майонезбен осылай сәндеп шығуға болады. Қалауыңызша көк шөптермен әрлеуге болады. Міне менің салатым дайын болып шықты. Өте дәмді болады, әрі тез жасалады. Дастарханыңыздың сәні болатынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға рахмет.